продукцияны өзіңе сатып аласың, и содан кейін өзіңнің жеке бизнесің. Бұл жерде сізде ешқандай жаңа шектеу жоқ, зарплатама кіммен жұмыс жасаймын деген сияқты бастық жоқ. Өзіңіз білесіз, 24 сағат жұмыс жасасаң да өзің білесің, күніне 5 сағат жұмыс жасасаң да өзің білесің деген сияқты. Но қалай жұмыс жасайсың, солай жаңа товарооборот болады, солай доход болады. Енді бір нәрсе қазір жалпы, мысалы Қазақстанда, мысалы өзім байқаймын, мысалы сетевой маркетингқа көптеген сенімді келіп жатыр. Адамдар мысалы таңдап жүріп, қай компанияның жаңағы продуктысы жақсы, маркетингі жақсы, қандай лидерға барсам екен деп, сөйтіп таңдап осознанно келіп жатыр. Ол әлі болашақта одан да қарқынды жүреді. Мысалы сіз қазір кіріп, мысалы таныстарыңды, достарыңды шақырмайтын болсаңыздар, олар ертең бәрібір сізді болашақта олар сізді шақыратын болады. Это раз. Во-вторых, ол кісілер осы товарды, возможно, басқа біреуден алып жүр. Мүмкін сіздің өзіңіз басқа біреуден заказ беріп, жаңа тапсырыс беріп алып жүрсіз. Когда сізде мүмкіндік бар, өзіңіз тіркеліп, мысалы жұмысыңыз болса, жұмысыңызға қосымша, жаңа айтып отырмын ғой, кез келген жұмыстан кейін, жұмыста отырғанда да мысалы жаңа телефон шыққан уақыттар болады. Сол кезде де мысалы бір кісілермен хабарласып, жасауға болады, совмещать етіп жасауға. Жалпы сондай, түсінесіздер ма? Сондықтан да барлықтарыңызға кеңес беремін. Енді жоқ, маған керек емес дейтін болсаңыздар, ол да енді өздеріңіздің еріктеріңізде. Әлбетте бүкіл адамның барлығы сетевик болу міндетті емес, НЛ-ға тіркелуі, жазылуы міндетті емес. Клиент болсаңыздар болады, со стороны, мысалы бізде клиентский карта бар. Егер бизнес құрамын жақсы ақша тапқым келеді дейтін болсаңыздар, пожалуйста, жасауға болады. Бұл жерде енді қорқатын ештеңе жоқ. Қорқатындай 100 мың, 200 мың, миллиондап ешқандай ақша салмайсыз. Самый главный. Это единственный бизнес, который адамдарға мүмкіндік береді по ходу дела обучаться етуге. Ешкім, жаңа айтып отқан жетістікке жеткен адамдар, ешкім сетевик болып мектепте, университетте ондай профессия жаңағы оқыған жоқ. Барлығы көрді, бір-екісін көрді, істеуге болады, үйренді, істеп жатыр. Сондықтан да енді адам жасағанды адам жасайды ғой. Түсінесіздер ма? Главное, еңбектену керек. Енді баршаларыңызға шақырам. Егер ұнайтын болса, желанияларыңыз болатын болса, міндетті түрде маған WhatsApp-қа, я болмаса Instagram дайректке хабарлама айтыңыз. Мен мысалы бір кісіге ұсыныс жасасам, осы видеоны жіберем. Егер керек емес болатын болса, оны да айтыңыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен барлығын түсіністікпен қабылдаймын. Назарларыңызға рахмет. Кездескенше күніміз жақсы болсын.